Жалғыз қалудан қорқу қазіргі кездегі ең терең, бірақ та адамның ішіндегі көп айтыла бермейтін қорқыныштардың бірі. Яғни бұл қорқыныш жай жалғызсырам қалам деген емес, ол барлық шешімдерді бұзады, жалпы адамның өмірінің түбегейлі өзгеріп кетуіне себепші болуы мүмкін. Мысалы, жалғызсырап қалам деген, егер де дәл сіз осы видеоны көріп отыратын болсаңыз, онда ол синдром сізде де болуы мүмкін. Яғни сіз жалғыз қалудан қорқасыз, ол біріншіден, және де сіздің миыңыз жалғыз қалмас үшін барлық жағдайды істей бастайды. Яғни мысалы, бұл қалай көрініс табуы мүмкін. Яғни сіз өзіне тіпті қатты керек емес адамдармен жай ғана жалғыз қалмау үшін араласып жүруіңіз мүмкін, және де сіз өзіңізбен өзіңіз болудан қорқасыз, және де басқа адамдардың көзінше де жасанды болып, барынша оларға ыңғайлы түрде болуға тырысасыз. Яғни өзіңіз қалай барсыз солай болуға қорқасыз, және де қанша шаршаса да біреумен сөйлесіп, өзіңіз егер де жалғыз қалсаңыз, өзіңізді бос, бір керек емес адам секілді сондай бір жалғыз қалудан сезінесіз. Бұл негізі өте жаман сезім. Енді бұның шешімі табу үшін бізге себептерін білу керек. Біз үнемі айтатындай. Бұл жердегі, яғни қайдан ол кезіле бастайды. Яғни ол кішкентай кездегі бізге бала кезден, егер де сен жақсы болмасаң, сені тастап кетеді. Сен кішкентай кезде осындай болмасаң, онда сен бізге керек емессің деген секілді түрлі бала кездегі бізге қойылған установкалардан болуы мүмкін. Немесе мынадай да болуы мүмкін. Басқа бір адамдармен араласқан кезде өзіңді керек сезіну, немесе сол адамдардан өзіңді мойындау, немесе кішкентай кезде толыға алмаған махаббаттарды сезіну де болуы мүмкін. Және де ең сорақысы деп айтсақ, жалғыз қалған кезде өз ойымен, түрлі өзінің қорқыныштарымен, өзінің кейінге қалдырып жүрген істерімен бетпе-бет келу қорқынышы. Яғни енді осы қорқыныштар негізі өте тереңге кетеді. Біз оларды қалай шеше аламыз? Айтпақшы, біз шешімдерді ұсынбас бұрын, егер де біздің арнамыз сізге ұнайтын болса, арнамызға жазылып, өзіңіздің жүрек жарты пікірлеріңізді жазып, жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Енді біз қайтадан тақырыбымызға оралсақ, біздегі жаңағы жалғыз қалу синдромын қалай шешсек болады? Негізі мен осы тақырыпты не үшін айтып жатырмын, соны түсіндіріп кетейін. Себебі бізде мынандай болуы мүмкін. Жалғыз қалу жалпы ол басқа адамдардың пікірін, жалғыз қалудан қорқу ол басқа адамдардың пікірін өте жоғары пікірге қою. Яғни егер де мен жалғыз қалып қалатын болсам, мен өзім өліп кететін болсам, басқа адамдар мен туралы не ойлайды, бұл өзінше болып кетті, немесе басқа адамдардың мен олардан бөлшектеніп қаламын. Яғни бұрындағы артты да болма, не алды да болма, сол тобырдың арасында жүр деген түсініктің қалыптасуынан да болуы мүмкін. Және де осындай түрлі мидың өзінің бізге де білмей жататын түп санадағы түрлі болып жататын диалогтар, бір-бірімен сөйлесулердің барлығы біздің қазіргі болып жатқан түрлі іс-әрекеттерімізге әсер етеді екен. Мысалы, сіз жоспар жаздыңыз дейді, немесе армандарыңыз жаздыңыз. Басқа біреулер көріп қоймай ма екен, өзім ішімде бір қорқыныш бар деген секілді түрлі нәрселер оянуы мүмкін. Армандарым басқаларға бұл ұнайды ма? Олардан мен қатты олардың күшті болып кетемін ғой, ол дұрыс емес шығар, мен өзінше тәкаппар болып кетемін ғой, өзінше болып кетемін ғой деген секілді түрлі нәрселер болуы мүмкін. Енді біз осылардың барлығын дұрыс емес екенін түсініп, өзімізге жаңа бағдарламалар қоюымыз керек. Біз жалпы бұл аудио подкасттарда тек қана осылай істе, былай істе, кітап оқы дегендерді айтпаймыз. Негізі айтамыз, бірақ та оған жаймен келеміз. Себебі оның барлығын жасау үшін адам бірінші өзінің ойымен, ойлауымен, миындағы түрлі блоктармен жұмыс жасау қажет. Енді басты бағдарламаларды айтып өтетін болсақ, біз бірінші қоятын бағдарламамыз жалғыз қалу, өз-өзіңнен жалғыз қалу, және де өзіңнің ішкі жан дүниеңе үңілу, ол өзіңді
жалғыз сезіну, жалғызсырау деген мағынаны білдірмейді. Керісінше жалғыз болу ол өзіне үңілуге мүмкіндік және де өзіңмен байланысты тану. Ал бұл жалғызсырау ол тек қана өз-өзіне байланыс үзілген кезде болады. Яғни қазіргі басқа адамдармен үзіліп қалған кезде өзіңдегі бір опустошение, яғни ішінде ештеңе жоқ, бостықты сезіну ол міне жалғызсырау. Ал жалғыз қалу ол өзіңнің сананың тынышталғанын сезіну. Ол керісінше адамды үлкен жетістіктерге әкелетін, тіпті барлық көптеген шығармашылық жұмыстар жалғыз болған кезде адамның ойынан туындайды. Яғни бұл адамның өзімен ішкі байланысы деп айтар едім. Бұл түсінікті болса, енді екіншіге қарай өтетін болсақ, екіншісі ол адамның өзінің құндылығының артуы. Біз бұл жерде бұл тақырыпқа бөлек видео арнасам деп ойлағанмын. Яғни біз бұл жерден самооценка деген тақырыпты айтсақ болады. Самооценка дегеніміз не? Самооценка дегеніміз өзін-өзі бағалау. Қарап тұрсаңыздар, самооценка бұл жерде адамда өте төмен деңгейде деген сөз. Бірақ та ең қызығы осы өзін төмен санап тұрған адам, кейбір адамдар болады, оның күші жететін. Сол кезде ол кейде өзін сондай бейшара секілді де ойналып жүру мүмкін, бірақ та ол кей кездерде өзінің бейшаралығын жасыру үшін ішіндегі кішкентай өте төменгі дәрежедегі өзін бағалауын адамдарға көрсетпеу үшін кейбір адамдарға өзінше бір сондай керемет, мықты секілді болып көрінуі мүмкін. Бірақ ол қайтадан үйге келген кезде жалғызсырау, басқалар мен туралы не ойлайды екен деген түрлі ішіндегі сезімдер қайтадан оянып, өзінің ішінде түрлі арпалыс сезімдер болады. Яғни бұл жерде бізге қандай болған алмастыру жасаймыз. Яғни біз бір дұрыс емес установканы алып тастағаннан кейін ол бос қалды ғой, енді сол бос орынды жақсы нәрселермен тез толтырып тастауымыз керек. Әйтпесе оған тағы да бір нәрсе толып кетуі мүмкін. Онда біз бұл жерде мен жалғыз қалсам да, өзім жалғыз қалу, яғни өзімен біріккен кезде мен өзімді жақсы көремін, өзімді керісінше ол уақытымды тиімді пайдалана аламын. Және де ол жерде өзіммен диалог жаза аламын, өзім ойымды түсінемін, және де өз эмоциямды қабылдаймын. Жаңағы басқалар не ойлайды немесе басқалардың алдындағы ерекше болып көріну, тәкаппар болып көріну, ол басқа адамдардың пікірін ең бірінші орынға қою, оларды өте жоғары деңгейде бағалау, өзіңнің дәрежеңнің төмендігі. Бірақ та біз осы жерде өзіміздің құндылығымызды көтеріп, және де ол адам жай ғана адам, ол ешқандай да құдай емес, ол сені жаратушы емес. Бұл әлемде қанша пікір болса, қанша адам болса, соншалықты пікір, соншалықты түрліше ой болады, және де оның барлығына жағу, олардың бір-бірімен соларға байланып жүру мүмкін емес. Әрбір адам бірегей болғандықтан да ол өзінің сара дара жолымен жүріп өтуі қажет. Тіпті егер де ол адамдар мені тастап кетсе ше деп олардың жанында айналшықтап жүре беру дұрыс емес. Себебі кейін өкініп солардың жанында бірнеше жылдар бойы өзіңнің уақытыңды әбден сарпылып тастағаннан кейін жүргенше, содан кейін айырылып мен сендерге сөйттім ғой деп өкінгенше, дәл қазір уақытында керек емес адамдардан сені онсыз да бір күні сен өзіңді таңдағаның үшін сені тастап кететін адамдардан қазір ертерек арылып тастағаның әлде қайда жақсы. Әлі ол сенің қазіргі өзінің құндылығыңды көтеріп, өзіңнің ортаңды одан сайын жақсартуға себеп болады. Яғни бұл жерде сен өзіңнің Алланың алдында құнды екеніңді, және де Алла сені ешкімге ұқсатпай жаратқанын, дәл миллиондаған ұрықтардың ішінен дәл сені таңдағанын ескере білу қажет. Және де соның ішінен жалпы біз биология жағынан да қарайтын болсақ, жаратылыс жағынан қарайтын болсақ, бір сперматозоид, яғни ұрық түзілген кезде 300 миллионнан астам ұрықтың ішінен дәл сіз жарып шықтыңыз. Яғни сізде жеңімпаз деген қасиет бар. Алла тағала дәл сізді таңдады, яғни дәл сізді де жақсы көреді. Сіз өте
құнды жансыз. Сіз басқа адамдардың пікірі үшін өзіңіздің ғұмырыңызды, өзіңіздің толығымен өміріңізді сарп етуіңіз ол өте өкінішті нәрсе. Сондықтан да адамдарсыз болмайды деген ол жалған ойдан арылу қажет. Сіздің құндылығыңыз басқа адамдардың сізді қалай қабылдауына ешқандай да тәуелді емес. Осы көп адамдар басқа адамдарға жабысып, өз болмысын жоя бастайды. Сөйтіп, өзінен алыстайды, өзін түсінбейді, кейін қалай өзін жоғалтып алғанын түсінбей жатады. Сондықтан да қорытындылай келген кезде сіз өзіңізді бағалаңыз, сіз өзіңіз үшін құндысыз, және де басқа адамдардың пікіріне аса назар аудармаңыз. Ол дәл қазір сізде осындай даму кезінде сіз өзіңіз жоспарларыңызды жазып, армандарыңызға бет алып бастаған кезде айналадағыңыздағы адамдар өзіңіздің айналасынан шығармау үшін де сізге түрлі критика айтып бастайды. Ол кезде ол өзіңіздің әлсіз тұсыңызды, осы жеріңізді қосып жібермей, керісінше керек кезде осы бағдарламаны бірден қосып жіберіп, егер де ол адамдардың сөзінде расымен де бір жан бар болатын болса, оны өзіңізде дұрыстап, ал егер де ол тек қана көре алмаушылықпен айтылған сөз болатын болса, онда осы сөздерді жай ғана жібере салыңыз. Жан дүниеңізде ешқандай да оларға деген кек ұстамаңыз, керісінше жай ғана жүрегіңізден шығара салыңыз ол адамдарды. Енді бұл осы істерді нақты біз түсіндік. Енді нақты қандай істерді жасасақ болады. Мен сіздерге бірінші айтып өтетінім ол жалғыз болу, және де бұл жерде сапалы жалғыздықты таңдау. Мысалы, біз көп адамдардың арасында жүргенде бір шулы, у-шу, әйтеуір мәнсіз қарым-қатынастар болады, және де бұлардан көрі өзіңмен тыныш жалғыз болу қажет. Мысалы, кітап оқу, өзіңе серуендеу, және де сол арқылы өзіңнің ішкі жүйеңді тыныштандыру. Сонда нақты нәтиже беретін менің тапсырмам, мен әр видеода тапсырма беріп жүрмін, сол тапсырмаларды орындап жүрсіздер деген үміттемін. Бірінші ал тапсырма бүгін, дәл бүгін, егер де кеш болса ертең таңертең ерсімен тұрып, 10 минут өзіңізбен тып-тыныш қана отыру, ешқандай телефонсыз, өзіңіздің ойыңыз, және де осы өзіңізге түрлі сұрақтар қойыңыз. Осы мен неге басқа адамдардың пікірінен қорқамын? Неге олар жай ғана адам ғой? Олар солай мен олар сондай керемет деңгейге көтеріп қоятындай, олар жай ғана олар менімен тең қол, олар менен ешқандай да кем емес, олар менен ешқандай да артық емес. Менің өзімнің ерекше жолым бар, олар да өзі бір ерекше тұлға. Сондықтан да ондай бір басқа адамдардың пікіріне мән бере бермей, нейтралды түрде оларға жай ғана расымен де нейтралды түрде қарау. Солай өзіңіз жаймен бұл бірден келмеуі мүмкін, бірақ та осы аудио подкасттарды күн сайын біртіндеп тыңдау арқылы сіздің миыңыз оған жаймен сене бастайды. Миыңызға солай белгілер барып, сол кезде миыңыз осы ақпараттардың барлығын қабылдай бастайды. Яғни өзіңізге алдыңға айтып жатырған барлық тапсырмалар үшін жеке блокнот арнаңыз, сол барлық нәрселердің барын блокнотқа жазып жүріңіз. Сол кезде оның барлығы дұрысымен іске асады. Себебі жазу ол параққа түскен кезде біздің қолымыз арқылы, біздің қолымыз телефонға түскенге қарағанда барлық нейрондарымыз сезіліп, ол әлде қайда ғылым жағынан да өте тамаша түрде әсер етеді. Солай өзіңіз фрирайтинг ойыңызға қандай нәрселер түседі барлығын жазып, өзіңізді бір жеңілдетіп алыңыз, және де жаңағыдай өзіңіздің ойыңызға еркіндік беріңіз. Барлық жаман ойлардан құтылыңыз. Осындай жалғыз қалу синдромынан да сонда құтыласыз деген үміттемін. Жалпы бүгінгі видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Дәл осыны аудио подкасттарды жүріп далада ертемен тұрып
тыңдап жүрсеңіз болады. Құлағыңызға құлаққапты тығып алып немесе жазып отырған кезде де осыны тыңдасаңыз сізге үлкен көмегі тиеді деген үміттемін. Егер де біздің арнамыз ұнаса, сізге пайдалы болса, басқа адамдарға жіберу арқылы да сауапқа кенеліп жүріңіз. Біздің каналымыз көп адамдарға пайдалырақ болу үшін лайк басып тіркеліп қойыңыз. Ал мен сізге сәттілік тілеймін.